Төрт шадиярдың түс көруі. Ұлық Алла пайғамбарға ең үлкен жеңісін сыйлады. Ол өзімен 23 жыл бойына тірескен дұшпандарын толық мойындатты. Қағбадағы ғана емес, сана сезімдегі пұттар да қоса қирады. Талай момынның жүрек көзі көретін болды. Жүректе бітеліп қалған мейірім махаббаттың бұлағы қайтадан ашылды. Құран толық түсіп бітті. Алланың өзі, осымен дінімді кәміл еттім деді. Әділетті қоғам орнады. Жетімдер мен жесірлер бай манаптармен бір дәрежеде. Алланы еске алып, бір сапта құлшылық қылатын қуанышты күнге ақыры жетті. Байлар өздерін құдай санайтын тәкаппарлықтан тыйылды. Оның орнына сынықтық мінез бен топырақ сипатты болуға тырысатын шын тақуалықтың дәстүрі қалыптасты. Ел жұрт надандықтан қашып, жаппай сауатты болуға біржолата бет бұрды. Пайғамбардың жасы 63-ке тақады. Денсаулығы да сыр берді. Мүбәрак 23 жыл аттан түспей, бел шешіп демалмай, шаршадым деместен, ұлық Алланың мойнына жүктеген міндетін абыроймен атқарып шықты. Бір күні үйіне Жебірейіл келді. Пайғамбар оның не үшін келгенін айтпай-ақ ұқты. Себебі Құран еніп болған, уахи енді келмейтін. Екеуі амандасып болған соң, пайғамбар: «Досым Жебірейіл, сүт сұрай келсең шелегіңді жасырма деген. Келген шаруаңды айт» деді. Сол кезде Жебірейіл періште: «Я Расул, жаратқан Жаббар иеңнің өзіңе арнайы жолдаған сәлемін ала келдім. Бұл дүниеде Құранның нұрын, ілімнің шырағын жағып болдың. Ендігі қалған ғұмырыңды Алланың алдына өткізуге қалайсың?» деп ойын әдемі астармен жеткізді. Пайғамбар періштенің тұспалын бірден түсінді. «Жебірейіл, өлім Алланың құлдарын жаратушы иесіне жалғайтын алтын көпір. Ол көпірден өтуді кім қаламайды? Я Мұхаммед, сөзіңнің қатасы жоқ, айтқаның шындық. Бірақ Алланың өзі айтты: егер Хабибім қаласа, үмбетімен осы дүниеде мәңгі бола алады. Оған қияметке дейін ғұмыр жазамын» деді. «Жоқ, Жебірейіл, өз сөзіме өзім қарсы шыға алмаймын. Мен үмбетіме Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның құлы және елшісі деп кәлима үйреттім. Өзімнің хақ елші екенімді дәлелдедім. Енді Аллаға да мәңгі құл болып қалатынымды да өліммен үлгі етіп көрсетемін. Алланың низамы барлық құлға тең жүреді. Әділдік деген сол болар. Өзің жақсы білесің, ұлық Алла әлемді екі түрлі тәртіппен басқарады. Бірі әдеті, екіншісі құдіреті. Әдетіне салса, сен міндетті түрде өлесің. Құдіретіне салса, мәңгі өмір сүресің. Тумақ барда өлмек бар, келмек барда кетпек бар. Өлім бабамыз адам атадан жалғасып келе жатқан өрнек. Тумақ өлмек тағдырдың шын қазасы болып мәңгіге қалсын. Егер мен өлмейтін болсам, менің тірі қалуымда сүндет болады. Онда менен кейінгі патшалар мен бай бағландар мәңгілік өлмеймін деп менің үлгіме жабысуы әбден мүмкін. Сондықтан жан беруге ризамын. Бірақ Алланың ұсынысын қабыл алмау менің тарапымнан әдепсіздік болады. Оның орнына үмбетім үшін жеңілдік сұраймын. Олар қиын кезде өмір сүреді. Олардың жан берер сәтінде жеңіл қылсын. Тілдерін кәлимаға келтіруге көмектессін. Жарайды, тілегің қабыл болады. Бірақ бір шарты бар. Үмбетің кәлима айтқанда саған салауатты қосып айтсын деді де, Жебірейіл көзден ғайып болды. Бұл сахар мезгілінде болған оқиға еді. Жебірейіл кете сала, бірінші болып Әбубәкір Сыдық жетіп келді. Ол: «Я Расулым, мен бүгін бір түс көрдім. Түсімде сұмдық іс көрдім. Алып бәйтерегім қопарылып құлады. Тамырынан алтынменен күптесем де тұрмас болды. Тұғырымнан жібек баулы сұңқарым көкке ұшты. Қайта айналып қонбас болды. Бұл ненің нышаны?» деді. Сол кезде пайғамбар: «Ай Сыдығым, бәйтерегің құласа арқа сүйер тірегіңнен айырыларсың. Сұңқарың тұғырдан ұшса 20 жыл жолдас болған серігіңнен айырыларсың» деді. Әбубәкір мұны естігенде жүрегін ыстық қан басып кеткендей болды. Бір сәтке екі көзі бұлдырап, екі құлағы естімей қалды. Ол есін жиямын дегенше Омар жетіп келіп: «Я Расул, түнде түс көрдім. Түсімде сұмдық іс көрдім. Беркініп садақ асынып, біртіндеп жауды қашырып, қалың кәуірімен жалғыз өзім ұрысқа кіріппін. Бұған дейін сыр бермеген садағым шірене тартқанда жағынан сынып, адырнасы үзіліп түсті. Қозы жауырының жебе толы қорамсағым күл парша болып шашылды. Оянып кетсем, қара терге малшынып жатыр екем. Жүгіріп сізге келдім. Бұл түс нені меңзеді екен?» деді шошынып. Сол кезде пайғамбар: «Сыр бермеген садағың адырнасынан үзілсе, айырылмас досың қайырылмас сапарға аттанғалы тұр екен» деді.
Мұны естігенде Омар денесіне таяқ деген жыландай сылқ етіп отыра кетті. Осы сәтте сырттан Оспан да келіп жатты. Ол да алқынып, «Я тақсыр, мен бір түс көрдім, түсімде сұмдық іс көрдім. Түсімде Құран көшіріп отыр екем. Дәуітімде толған сия. Қауырсын қаламды қанша малсам да қағазға қарып түспеді. Кенет қатты жел тұрды да ақ парақтарды ұшырып әкетті. Түсімнен шошып ояндым. Жорып беріңіз». «Оспаным, енді уақи алмаймыз. Құран түсіп бітті. Ендігі үмбетке жетекші мен болмаймын. Құран болады», деді. Оспанның жүрегі зырқ ете қалды. Буындарынан әлі кетіп, тұрған жеріне сылқ етіп отыра салды. Сол кезде әзіреті әлі келді. «Я Расул, түс көрдім. Түсімде жаман іс көрдім. Қан майданда толарсақтан қан кешіп жүр екем. Шығыршығы торғай көз, жағасы алтын жеңі жез, ақсауытым көбесінен сөгілді. Сақинасы майдан даласында шашылып қалды. Ұрысқа сауытсыз енді кірмек болғанымда, құрыш болат зұлпықарым алтын балдағынан мортсынды. Жолбарыстай дүлдүлім тізесінен бүгілді. Абырой болғанда түсім екен. Шынымды айтсам шошып тұрмын, не деп жорисыз?» деді. Сол кезде пайғамбар: «Әлиім, ақсауытың көбесінен сөгілсе, дүлдүлің тізесінен бүгілсе, бұдан бұлай жорыққа менсіз аттанасың», деді. Мұны естігенде Әлидің басына шоқпар тигендей теңселіп кетті. Жорылған түстер үмбеттің арасына тез таралды. Пайғамбармен қоштасу рәсімі басталды.